Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Павлодар қаласы Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогика колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Тиынтай Тойшыбай Тиынтайұлы. Бүгін сабақта өтетін тақырыбымыз қысқа арақашықтыққа жүгіру техникасын жетілдіру. Қысқа арақашықтыққа жүгіру басқа жүгіру түрлерінен қарағанда күрделі болып келеді. Қысқа арақашықтыққа жүгіруге жылдамдық, күш, адам бойындағы барлық дене қасиеттерді талап етеді. Қысқа арақашықтыққа жүгіру өздеріңіз экранда көріп отырғандай стадионның келесі жүгіру жолдарында жүзеге асады. Экранда көріп отырғанда астында жүгіру жолақ, ол 100 метрге арналған. 100 метрге жүгіру тура жүгірумен орындалады. 200-400 метрлер бұрылыс арқылы жүгіру арқылы орындалады. Яғни оң жақ жоғары жағында баспалдақ тәрізді орналасқан, ол 200 метрге жүгіруге арналған, яғни сүре сызығы. Астыңғы сол жағындағы ол 400 метрге жүгіру жолағы. Жалпы стадионның шеңбері 400 метр болады. Біз қысқа арақашықтыққа жүгіру техникасын жетілдіру үшін келесі сатыларды қарастырғанымыз дұрыс болады. Бірінші, сөрелік қалып, сөрелік жылдамдық, қашықтық бойымен жүгіру, мәреге жету. Осы 4 сәтті орындасақ, қысқа арақашықтыққа жүгіру техникасын жеттік меңгере аламыз. Осыларды жүзеге асыру үшін келесідей сатыларға көңіл бөлейік. Мұнда жүгірушіге тағайындалған әр жүгіру жолдарын көріп отырмыз. Жүгіру жолдарында орналастырған сурет тіректерін тамашалап көріп отырсыздар. Осы сурет тіректерінің орналасуы қарапайым, созылған, жақындатылған, тары деп 4 топқа бөлінеді. Осы сурет тіректердің арқасында жүгірушілер бар жылдамдығын және сүре қалыптан жылдам жүгіріп шығу мүмкіндіктерін атқара алады. Келесі бейне суретке көңіл бөліңіздер. Мұнда әр спортшы өзі жүгіру жолағында орналасқанын көріп отырмыз. Жаңа атап өткендей, сурет тіректерінің суреттері, ол яғни қарапайым сөре шымында көріп отырсыздар. Созылыңқы, тары сөре тіректерін көріп отырмыз. Осы сөре тіректерінің арқасында біз, яғни сөрелік қалыпты орындаймыз. Сөрелік қалып екі түрде орындалады. Ол жаңағы сөре, төменгі сөреден орындалу сәті және жоғарғы сөреден орындалу сәті. Қысқа арақашықтыққа тек қана төменгі сөреден жүгіру орындалады. Бірінші суретте көріп отырғандай, жүгіруші, яғни өз жолағында орналасқан, қолы сызық бойымен бірге қою керек. Екінші сөре тіректерге толық тірелген, мұқият, яғни ішкі, сыртқы жан дүниесі дайын болу керек. Екінші көріп отырғандай, бұл дайындал бұйрығы. Дайындал бұйрығында жамбас сәл көтеріліңкі, дене алға шығарып, яғни дайындық үстінде тұр. Мұқият тыңдаймыз бұйрықты. Үшінші, соңғы сәт, ол жүгір командасының орындалуы. Яғни сөрелік қалыпты орындау үшін біз 3 бұйрықты мұқият тыңдауымыз керек. Сәтті орындау үшін бірінші сөреге, екінші дайындал, үшінші жүгір. Міне сіздер көріп отырғандай, осы жүгіру, соңғы жүгіру шығу сәтісі. Ол аталады, яғни бастапқы жылдамдық, сөрелік жылдамдық деп атаймыз. Сөрелік жылдамдықты орындау үшін 20-25 метрге дейін, яғни дене сәл алға қарай теңкейіп, сонан барып арғата тіктеледі. Біз осы сөрелік сәтті орындалудың келесі бейне таспа арқылы тамашалап көрейік. Мұнда көріп отырғандай, әлем біріншілігінде өтіп жатқан жарыстан қысқа арақашықтық 200-400 метрден, яғни сөрелік қалыпты көріп отырмыз. Онда әлемнің ең жүйрік жел аяғы Усейн Болттың, яғни сәтті орындауларын сіздер көріп тамашалаңыздар. Міне көріп отырмыз, бұл яғни сөрелік қалыпта тұр спортшы. Дайындал, жүгір. Тоқтатылды жүгіру.
Не себептен жүгіру сәтсіз орындалды? Қалай атаймыз? Не бөгет жасады дегенді анықтап дәлелдеңіздер. Атаңыздар. Не сәтсіз орындалуын көрдік. Осылай, яғни жеңіл атлетикада қысқа қашықтыққа жүгіру кезінде өте мұқият болмасақ, яғни біз жаңағы сәтсіз орындалу кездеріне тап боламыз. Сүрелікті бастапқы жылдамдықты орындағаннан кейін ары қарата біз қашықтық бойымен, дистанция бойымен жүгіруді қарастырамыз. Ол дистанция бойымен жүгіру кезінде дене сәл алға қарата еңкейіңкі, ол 10-15 градус сәл алға қарата еңкейеміз. Аяқ жамбас буындарының нүктесінен, яғни 33-43 сантиметр сәл бүгіліңкі келеді. Ол иықтардың буыны 90 градус бүгілулі, жылдам қарқындықпен алға артқа қозғалудың арқасында, яғни біз жылдамдықты басынан бастап жүгіріп шығу жылдамдығын мәре сызығына дейін жеткізуге тырысуымыз керек. Дайындық деңгейі жоғары, жүгіру техникасын жеттік меңгерген спортшы бастапқы жылдамдықты мәре сызығынан дейін жеткізуге тырысады. Мәре сызығына жақындаған кезде 3-8%-ға дейін жылдамдық төмендеуі мүмкін. Оны болдырмау үшін, яғни бәр қарқынды толық ұстауға тырысу керек. Біз келесі бейнетаспаны тамашалайық. Қазір сіздермен, яғни соңғы жүгіру тәсілдерін тамашалаймыз. Орындалуда мына көріп отқандай, яғни міне жүгіріп шығу тәсілдерін көріп отсыздар. Міне жаңа атап айтқандай, яғни 15-20 метрге дейін сәл еңкейіп, сосын кейін барып тіктелу орындалды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, қол аяқтың үйлесімді қозғалуының арқасында бәр жылдамдықты арттырып, шамасы келгенше міне жылдамдықпен жүгіріп келе жатыр. Яғни осы жылдамдықты ұстау үшін тырмысу керек. Басынан аяғына дейін міне қиып өту сәттерін көрдіңіздер, тамашалап. Енді біз сіздермен осы қиып өту сәттері бойынша мәреге жетуді тамашалайық. Мәреге жетуді міне тамашалап отырсыздар. Мәреге жету сәтін тамашалап отырмыз. Мәреге жету үшін бәр жылдамдықты ұстап, секіріп, иықпен, кеудемен, аяқтың ұшымен қиып өту тәсілдерін сәтті орындауымыз керек. Осылардың бәрі сәтті орындалу үшін біз келесідей үйге берілген тапсырманы орындасақ, яғни жақсы жетістіктерге жетеміз дегенге сенемін. Міне осы үй тапсырмасын мұқият орындаңыздар, сонда сіздер қысқа қашықтықта жүру техникасын жеттік меңгеріп, яғни сәтті орындай аласыздар дегенге сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.